Сәлем достар, эфирде әдеттегідей жұлдызды жаңалықтар айдары және мен Жұлдыз Жәнібек. Біз бастаймыз. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Ерке Есмахан жеке өміріне қатысты бар шындықты айтты. Әнші атышылы 91 тобының бұрынғы мүшесі Азамат Зеңкаев пен қарым қатынасы жайлы айтып берді. Аман есен, қарны тоқ, көйлегі көк деп па. Жаны тыныш бақытты. Ерке Есмахан болуда оңай емес, әйземен жүруде оңай емес бір қарағанда деп қысқа да нұсқа жауап берді шоу-бизнес жұлдызы. Өнер иесінің бұл жазбасы бірден желі қолданушылары арасында қызу талқыланып, сансыз пікірлерге ие болды. Египетте де жоқ-жоқ, Дубайда да жоқ-жоқ, сен іздедім, үміт түзбедім деп жүрсіз бе? Эйзиді жалко. Эйзиге өзінен 9 жас үлкен апамен жүруде оңай емес. Әрбір адам бақытты болуға лайықты. Бақытты болыңыздар. Белгілі тележүргізуші Аша Матай ұлттық рухты көтеру жолындағы еңбегі үшін Матай Бөрібай Батыр төс белгісімен марапатталды. Аша Матай бұл қуанышты жаңалығымен бірден Инстаграм желісінде өз оқырмандарымен бөлісуді жөн көрген. Тележүргізуші бұл төс белгі бұған дейін алған марапаттарының ішіндегі ең қымбаттысы екенін айтты. Не үшін? Қалалымды жүргізіп елдерді қырылыстырған үшін берген бе? Осылардікі рахат, өздеріне өздері төс белгі тағып. Ақшам болса қалтанда, медаль тақта, талтанда. Басқа істейтіндері қалмады. Көре алмай жатсыңдар ғой, не болды? Құттықтап қоймайсыңдар ма? Достар, белсенділік үшін көп рахмет. Айта кетейік, арнамызда балалармен түсірген жаңа видео шықты. Сол видеодан үзінді дәл қазір. И буквально просто споткнулся, упал. Было давно и неправда. Вступить в Хогвартс. Я не знаю, что такое. Поставил себе цель, хочу сыграть на своем личном концерте. Аминь. Драко Малфой, да. Любит больше находиться в кругу семьи. Выполняет все, что я говорю. Мне нравится ее строгость. Міндетті түрде видеоны толығымен қарап, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал егер де сіз балаңызбен бірге қазақ тілінде қызықты сұрақтарға жауап беріп жобамызда қатысқыңыз келсе, Ақсана Инфо Инстаграм парақшасына немесе төменге жазыңыз. Жазып жатқан ойларыңыз үшін де көп рахмет. Қатысушылардың жауаптары өте терең, дұрыс, мағыналы. Жарайсыздар. Это потрясающая возможность взглянуть на ребенка с другой стороны. Организаторы молодцы. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Төреғали Төреәлінің қарындасы жолдасымен бірге Қапшағайда ерекше фотосессияға түсті. Жас жұбайлар өздерінің отбасылық досы танымал фотограф Өсер Кәзіханмен мұзды өлкеде ерекше фотосессия жасап қайтқан. Желі қолданушылары ерлі зайыптылардың Қапшағайдағы махаббатқа толы фотоларына тәнті болып, оларға деген жылы лебіздерін жарыса білдірді. Fire on fire, we're normally killers with this much desire. Together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection. My only direction, it's fire on fire. Сеймо мен Димаш атты орындаушымен бірге «Су жана бла-бла-бала» атты әнімен бейнебаянын шығарды. Халықтың жаңа әнге деген реакциясы қандай? Бірге білейік. Класс, қойлар мәш шығар клипқа түсіп. Вау, клип прям огонь ғой. Миыма, құлағыма жазылып қалды. Срочно плейлистке жүктеп алам. Сеймо, күштісін. Клипті әнде күшті. Так держать. Ақбота Сейтмағамбет «Су жана» фотосессиясындағы ерекше образы үшін елден оңбай сөз естіді. Өнер иесі онда ашық әрі қысқа киім үлгісімен бой көрсеткен. Бұл жайт желі оқырмандарының ашуын тудырып, әртісті сансыз сынға ұшыратты.
Әп әдемісің, иә. Бірақ мынау отырсын не? Орамал қайда қалды екен? Адасып жүрген адам ғой. Қатты сөйлемей түсініп қарау керек қой. Барлығы неге сонша айғалап жатыр? Шешініп тастамадың ба енді? Бүгінге осы жағымды жаңалықтар көп болсын. Ал сіз арнамызға жазылып, лүпілдеріңізді аямай өз ой пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.